ұстаз дейді, күйеулерім қыздармен сөйлеседі, күйеуім қыздармен сөйлеседі дейді. Не істейін енді? Ұр жібілмей, не істейін? Маған айтасыздар да, мен как будто мен сіздің күйеулеріңіздің генералымын ба, мен басшымын ба, сол күйеуің мені тыңдай ма? Жаным, енді сіздің өз қолыңда тұр, сенің собственный күйеуің. Сенімен жатады, сенімен оянады, еще арасында қыздармен сөйлеседі. Енді мен третий лишниймін ғой жерде. Мен қалай өйтіп, сен түзету керексің, сенің қолыңда ол. Ана өзіңді кішкене әдеміле, ана суреттеріңді алып таста, жақсы суреттеріңді қой, содан кейін барып орамал тап, Құдайдан сұра, салат жаса, өзіңді әдемі манекен сияқты жүр, подиумда жүргенде жүр, тақ-тұқ етіп, өзіңді жақсы көрсет. Кішкене қыз қылықты болмай ма әйел адам? Көл, басқа қыл, ол төбеңе шықсын. Еркек төбеңе шығарманы қайда шығарасың оны? Дұрыс, төбеңе шығар. Сөйтіп төбеңе, менің сұлтаным, менің байым, менің кімнің байы десе, менің байым деп арқаңа көтер, бол, сонымен келеді бәрі. Ана өмірде апа сіңілер бір-бірін көрмейді дейді, сол үшін көреді. Бәрін көреді, бәрін таниды. Бүкіл президенттерді көресің, Ленинді көресің, Сталинді көремедік қой, Сталинді көрген кезде Сталин тұрады, мұртымен бүйтіп көресің, қорқпай қой. Чапаевты көресің, бүйтіп тұрады, кәпірлер жағында тұрады. Біз проблема сол жағына түсіп қалмайық та, солар жаққа. Проблема сол. Әпкемді іздедім, ананы іздедім, мынаны іздедім деп. Сіз іздемесіз, сауап іздеңіз, құлшылығыңызды іздеңіз. Құдай қай жағында тұрғызар екен, кәпірлер жағына түсіп қалмайын, мұсылмандардың қылығын жасайын, соны үйренейін, намазға жығылайын, құлшылыққа келейін десең, сонда бәрін көріп тұрасыз, Құдай қаласа. Ұстаз, әйелім үйдегі көп мөлшерде ақшаны рұқсатсыз алды. Содан кейін көңілім қалды. Ажырасуға ойланып жүрмін. Қандай ақыл айтасыз дейді. Сол әйеліңнің саған әйел болып бергені, саған моп-моңқандай бала босанып, өмір мен өлімнің ортасына түсіп, бала босанып, ол баланы түннің ұйқысын 4 бөліп емізіп, сенің тұқымыңды өрбітіп көбейткені, сен жоғалтқан алған ақшасынан әлде қайда артық жан. Сен сол ақшаға бала сатып ала алмайсың. Сол ақша, қандай ақша болса да, миллиард алған жоқ шығар, көбісі миллион алған шығар мейлі. Сол миллионға бала сатып аламайсың сен. Сол миллионға мүмкін 1-2 күндік әйел сатып алатын шығарсың, 1-2 түндік. Бірақ өмірлік саған қызмет жасайтын, сені шын жүрегімен жақсы көретін, мен ауырсам да күйеуім ауырмасын деп, саған қызметін жасап, қол аяғыңның нәскиін жуып, иісі шыққан киімдеріңді жуып, тазалап берген, соған жете алмайды жан. Кешір. Бірақ түсіндір, онысы дұрыс емес.